Биыл депозит ашып 5 миллион құйсам, сразу үй кезекте жоқпын. Қанша уақытта үй ала аламын? 20 миллионның үйді дейді. Сәлеметсіз бе? Егер де екінші нарықтан алатын болсаңыз, онда 5 миллион емес 10 миллион құю керек. 10 миллион құйған соң сіз ровно 6 ай күтесіз. 6 айдан соң табысты растап 7,5%-бен немесе 8-8,5%-бен үйді алып кетуіңізге мүмкіндік болады. Табысыңызды міндетті түрде растайсыз. Ал егер де сіз 30-70-пен алатын болсаңыз, сол алғашқы нарықтан салынып жатқан үйлерден алуыңызға болады. Онда сіздің ОП-ңыз 7-ге толу керек. Ол деген сөз 20 миллион теңгенің үйін алу үшін алғашқы жарнаңыз 6 миллионды құрау керек. Сонда сіз 6 миллион құйған соң ровно 14 ай күтесіз. 14 айдан соң сіздің депозиттің көрсеткіші жеткілікті болады. Ол ОП 7-ні құрайды, және де сіз табысты растап 7%-бен үйді алып кетуіңізге мүмкіндік болады. Баршаларыңызға сәттілік. Егер де сұрақтарыңыз бар болса, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.